Жердің серігі ай. Қазақтар айды қатты құрметтеген. Сол себептен ай туралы тыйым сөздерде, салт дәстүрлерде өте көп кездеседі. Адамға айтатының айға қарап тесілме, әйтпесе нұрыңды алады дейді. Айға қарап қолыңды шошайтпа, және айға қарап дәрет сындырма дейді. Өйткені айға қарап дәрет сындырса, ондай қыз бедеу болуы мүмкін, баланың шәуігі өлуі мүмкін. Ай туғанда ескі ай есірке, жаңа ай жарлыққа деп бата береді. Әйел адамдар, қыз балалар бастарына орамал тартып айға сәлем беріп отырған. Және де ай туғанда оның энергиясы өте мықты болады да, жерге үлкен күш энергия береді. Осы кезде жаңа сақтанып жүру керек. Қандай жұмыс болсын ай туғанда бастау керек. Қандай бизнес асып, келіссөздер жүргізсеңіз, банкадан ақша алсаңыз, ай туғанда істеңіз. Себебі ай көтерілген сайын сіздің жұмысыңызда алға жақсы басады. Сонымен қатар қияр, қызанақ, жердің бетінде өсетін бүкіл тағамдардың бәрін ай туған кезде егу керек жерге. Сонда жақсы көтеріліп, жақсы жеміс береді. Ал жер астында өсетін картоп, қызылша, сәбіз және басқа тағамдарды ай дөңгелегенде егу керек. Сонда ол өте жақсы жемісін береді. Сол сияқты соғым сойғанда да, ай дөңгеленіп тұрғанда соғым сойса, оның жілігінің ішіндегі майлары өте толық болады. Сонымен қатар қазанға түскен ет өте үлкен болып өседі, және берекесі мол болады. Әртүрлі аңыз ертегілерде де ай туралы өте жақсы, айдай сұлу деген сияқты жақсы сөздер айтқан, айға тіл тигізбеген. Сонымен қатар өздерінің балаларының атын Айгүл, Айжан, Айбек, Айдана, Құралай деп айдың есімімен қойылған. Сонда ол ай біздің жанұяға, балаларымызға тиіспейді деген. Ол үшін үлкен апаларымыз, қыздарымыз, келіншектер ай сырға таққан. Ай сырғамызды көріп, ай бізге тиіспейді деп, міне осындай болжамдар айтқан. Ай дөңгеленіп, кейін желіне бастаған кезде, сол кезде айдың энергиясы әлсірейді жерге деген. Ай туған кезде күш қуат өте мықты болады. Сол себептен перден жауып жүру. Ол паралич билла деген бет ауыздың қисаюына, ауруына әкелуі мүмкін. Және де сонымен қатар ай кезбе дегенде ауру бар. Міне одан да сақтану керек. Ай туралы өз біліміңізді көтеріңіз. Сіздермен болған Бауыржан Ешмағамбетов Сатыбалдыұлы.